Сәлем достар, келесі сабаққа қош келдіңіздер. Және естеріңізде болса, біз алдыңғы сабақта алғашқы қолданушы әсемді қосқан болатынбыз. Және байқап отырсаңыздар, оны біз RSAT-пен істедік, яғни Remote Server Administrative Tool көмегімен істедік. Және байқап отырғандарыңыздай, мен мына жерде Windows 7 машинасына осы CentOS операциялық жүйесін басқаратын қолданушылардың бірі администратор ретінде жүйеге кіріп отырмын. Және осы жерде, яғни біз орнатқан RSAT бағдарламасы Remote Server Administrative Tool, соның ішінде Active Directory Users and Computers, яғни біздің орнатқан Active Directory домен контроллерінің қолданушылары және компьютерлері деген нүктені басамын. Және менде осы парақша шығады. Енді бізде қолданушыны қосу өте оңай іске асатынын көрдіңіздер, яғни біз New деген нүктені басамыз, яғни жаңа қолданушы қосу, немесе енді біз қазір топты немесе сол сияқты ортақ папкілерді қосу мәселесін қарастырамыз. Енді жаңа қолдану қосу мәселесін сіздерге айтып, әсемді мысал ретінде көрсеткен болатынмын. Және байқап отырғандарыңыздай, мен жүйеге Айгерім, сол сияқты Алуа, Дамир, Дамира, Дана, Даник. Яғни көріп отырғандарыңыздай, біздің ұйымда жұмыс жасайтын 20 қолданушының барлығын қосып тастадым. Енді қолданушы қосу өте оңай. Келесі саты бізде осы, мысалы, оларды топқа жіктеу, яғни мысалы А әрпінен басталатын қолданушылар, енді бұл сабақты бізге жеңіл әрі түсінікті болу үшін алынған, яғни Әсем, Алуа, Айгерім, мысалы менеджерлер тобына кіреді, яғни бұлар менеджерлер. Сондай-ақ Самат, Сағат, Серік, мысалы есепшілер тобына кіру керек болатын. Енді қарап отырсаңыздар, мен мына жерде барлық топты да қосып тастадым, яғни есепшілер, сол сияқты. Яғни көріп отырғандарыңыздай логист мамандар, сол сияқты IT мамандар, және де сол сияқты басқа қолданушылардың барлығы, яғни сатушылар, және осы топты қосып, олардың құрамын да толтырып қойдым. Яғни міне қарап отырсаңыздар, осы топтың құрамы. Енді бұны қалай қосамын деген сізде сұрақ туындап қалуы мүмкін, әрине топты. Және бұл шын айтқанда өте оңай. Олай болса мен мына жерде кішкене көрсетіп кетейін. Мысалы, біздің ұйымда тағы да бір мамандар тобы пайда болды дейік. Және олар енді сатушылар, есепшілер, менеджер, логист барлығы бар. Енді біз қандай мамандарды қосамыз? Мысалы, жарайды, аударушылар деп алсақ, біздің ұйымда мысалы аударушылар енді жұмыс жасайды деп айта салайық, аударушылар. Және бұл топқа кіретін, яғни топтың мүшелері, мысалы әріптері қай әріптен басталады? Мысалы Р әріпінен басталатын болсын. Олай болса, мысалы Рауан. Енді көріп отырғандарыңыздай, мен бұны аяқ астынан ойлап отырмын. Яғни мысалы аударушылар бізде тобы тағы пайда болады, және ол топта Рауан, Рабиға және де Ринат жұмыс жасайды дейік. Және де осы үш қолданушы мысалы осы топқа қосылды. Енді бізде Remote Server Administrative Tool'дың көмегімен CentOS операциялық жүйесінде, CentOS дистрибутивінде, яғни бұл қолданушыларды жасауымыз керек. Яғни бұл жерде қолданушылар өкінішке орай әзірге жоқ. Енді мен тез-тез қосып шығайын, яғни New User, және бірінші қолданушының есімі мысалы бізде Ринат болатын. Жарайды, мен екі қолданушыны қосып қойдым, яғни Рабиға және Ринат, және бұл қолданушылар бізде аударушылар тобына кіреді, яғни біз жаңа топ жасаймыз. Бұның барлығы не үшін қажет десеңіздер, мысалы ұйымда осы қолданушыларды жеке топқа біріктіру, және оларға ортақ файлдарға немесе принтерлерге, сол сияқты оларды жеке басқару, яғни Group Policy Object деп айтып жатамыз, яғни бір топтың қолданушылары белгілі бір қызметтерді, белгілі бір компьютердегі өзгерістерді жасай алатын болады, ал өзге қолданушылардың мүмкіндіктері шектеулі болады. Яғни мен бұл жерде қазір біздің келесі сабақ осы файлдарды және принтерлерді бөлу, соның ішінде файлдарды бөлу, яғни ортақ файлдар жасау, ортақ папка жасау. Олай болса мен қазір Ринат пен Рабиғаны бір топқа қосамын, және ол топтың атауын мысалы мен New Group, және бұл групптың атауы, яғни бізде аударушылар. Және көріп отқандарыңыздай топты жасау оңай, аударушылар тобын жасадым. Енді мен осы топқа members, яғни біздің осы аударушылар тобына кіретін қолданушылар, олардың есімі R-дан басталады, және мен мына жерде check name деген нүктені басамын. Және көріп отырғандарыңыздай алматы.kz доменіндегі Рабиға және Ринат қолданушысын көреміз. Енді мен Рабиғаны қосамын, және де тағы бір қолданушы бізде Ринатты осы топқа қосамын. Міне екі қолданушыны аударушылар тобына қостым. Сол сияқты менде IT тобында бізде мысалы members, яғни құрамында Марат, Макс, Меруерт және Мұрат бар. Сол сияқты логисттердің құрамында көріп отырғандарыңыздай бізде members, Дамира, Дамир, Дана, Даник. Яғни көріп отырғандарыңыздай біз сабақтың осы
алдында алған мысалды алып келеміз, яғни логистер Дана, Даник, Дамир, сол сияқты IT мамандар Макс, Марат, Мұрат, Меруерт. Сол сияқты басқа топтарда бар. Енді осы топтардың арасында жеке әрқайсысына папка бөлу, яғни ортақ файл беру, ортақ папка беру мәселесін қарастырамыз осы сабақта.